Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс. Оқу мақсаты заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру. Бағалау критерийі кристалл тор типіне байланысты заттың қасиетін түсіндіреді. Заттардың агрегаттық күйлері қатты, сұйық және газ деп үшке бөлінеді. Қатты заттар аморфты денелер және кристалды денелер деп екіге бөлінеді. Аморфты денелер бөлшектері ретсіз орналасады, нақты балқу температурасы болмайды, қыздырғанда алдымен жұмсарады. Кристалдық денелер бөлшектері белгілі ретпен тәртіппен орналасады. Кристалдық заттардың ерекшеліктері кристалдық торды құраушы бөлшектердің қатаң тәртіппен орналасуы. Белгілі бір Т1 және Т қатты. Кристалдық тор кристалл заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы. Бөлшектердің орналасқан нүктелері кристалдық тор түйіндері деп аталады. Кристалдық тор типтері иондық, атомдық, молекулалық және металдық деп 4 типке бөлінеді. Иондық кристалл торлары тор түйіндерінде иондар орналасады. Химиялық байланысы иондық кристаллдардың торға заттардың қасиеттері салыстырмалы түрде жоғары берік, мортсынғыш, жылуға төзімді, қиын балқығыш, ұшқыш емес, басым көпшілігі суда ерімтал, қатты күйде электр тогын өткізбейді, бірақ ерітіндісі мен балқымасы электр өткізгіш. Мысалы, тұздар жатады, оксидтер жатады және негіздер жатады. Атомдық кристалл торлары тор түйіндерінде атомдар орналасады. Химиялық байланысы көбінесе ковалентті полюссіз, кейбіреулерін ковалентті полюсті және иондық байланыстарда кездеседі. Заттардың қасиеттері өте берік, өте жоғары температурада балқиды, яғни алмаз 3500 градуста балқиды, қиын балқығыш, суда мүлдем ерімейді, ұшқыш емес, мысалы жай заттар алмаз, графит, бор және тағы басқалар, күрделі заттардан алюминий оксиді, кремний оксидтері жатады. Молекулалық кристалдық тор түйіндерінде молекулалар орналасады. Химиялық байланысы ковалентті полюсті және полюссіз. Заттардың қасиеттері төмен беріктілігі, қайнау және балқу температуралары төмен, әдетте бөлме температурасында сұйық немесе газ күйінде болады, және ұшқыш. Мысалы ретінде жай заттар H2, N2, O2, фтор2, P4, S8, неон, гелий деген сияқты газдар. Күрделі заттар CO2, H2O, қант және тағы басқалар. Металдық кристалл торы тор түйіндерінде металл атомдары және металл катиондары болады. Химиялық байланыс металдық, заттардың қасиеттері металдық жылтыр болады, жылуды және электр өткізгіш болады, иілгіш және созылғыш болады, мөлдір емес, суда ерімейді, ұшқыш емес. Мысалы ретінде металдар және құймалар жатады. Металдық кристалл торлары металдарда металдық байланыстар болады. Себебі кристалдық торларының түйіндеріне металл атомдары мен иондар орналасқан, ал металдың көлемінде электрон бұлттары еркін қозғалып жүреді. Осы электрондар металдық қасиеттерді анықтайды. Жоғары жылу және электр өткізгіш, металдық жылтыр болады және созылғыш, тапталғыш болып келеді. Периодтық жүйедегі элемент жай заттардың кристалдық тор түрлері. Кристалдық торлары металдық, атомдық және молекулалық. Тордың типі атомдық, молекулалық, иондық, металдық. Құрылыстары бейтарап атомдар, молекулалар, иондар, металл атомдар мен катиондар. Сабақты бекіту.
Мына заттарды кристалдық торының түйініне қарай жіктеңдер. Молекулалық кристалл торы, атомдық кристалл торы және иондық кристалл торы. Дескрипторды пайдаланып, өз-өздеріңді бағалаңдар. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Яғни О2, H2O, фтор 2, H хлор, СО2 молекулалық кристалл торы. Атомдық кристалл торы түйіндерінде көміртек және кремний жатады. Иондық кристалл торына мыс оксиді, натрий фториді, кальций хлориді жатады. Келесі тапсырма. Кестені толтырыңдар. Және берілген дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.